Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Асылай. Бүгін сіздермен бірге Италияның нағыз керемет ауызда еритін пастасы болонезені дайындайтын боламыз. Бұл тағам өте жеңіл дайындалады. Ал онда бастайық. Ең алдымен подливін жасаймыз. Ол үшін пиязды өте майда етіп тураймыз. Қоспалардың барлық мөлшерін видеоның астындағы описаниеден көре аласыздар. Келесі қызанақты да майда етіп 4 бұрыштап турап шығамыз. Болгар бұрышында дәл солай 4 бұрышты майда етіп тураймыз. Келесі қызып тұрған табаға май құйып, орташа отта фаршты 15-20 минуттай қуырамыз. Міндетті түрде араластырып тұрамыз. Осылай өте күшті болып суығы шығып қуырылып шыққаннан кейін үстіне майдалап туралған пиязды салып, тағы да 10 минуттай қуырамыз. Келесі үстіне болгар бұрышы мен қызанақты салып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Бес-жеті минут өткеннен кейін дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Жақсылап тұрып араластырып, үстіне салқын су құямыз. Подливті 10-15 минуттай қайнатып, астын өшіреміз. Осы уақытта кеспелерді қайнап тұрған суда жұп-жұмсақ болғанша қайнатып пісіреміз. Менің қолданатыным өзіміздің қарапайым сұлтан спагеттилері. Дәл видеодағыдай спагеттидің үстіне подливті салып, ұсына беруге болады. Достар, міндетті түрде кешкі асқа, түскі асқа осы тағамды дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға 100% ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны аса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін дәл қазір менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.